Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін жаңа жылға осындай керемет өте дәмді салат жасаймыз. Бұл үшін бізге піскен картоп, сәбіз, осындай банкада шампиньон, тауықтың еті, ірімшік, жұмыртқа, тұздалған қияр және де майонез қажет болады. Торттың кез келген дөңгелегін алып, астына тарелкамызды қойып, картопымызды үлкен үккіштен өткіземіз. Осылай үстінен майонез жағып шығамыз. Менің жас каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қолдай көріңіз. Келесі кезекте сәбіз, оны да үлкен үккіштен өткізіп, үстінен майонез жағып шығамыз. Кейін тауықтың еті мен майонез. Ендігі кезекте тұздалған қиярымыз. Жұмыртқаларды кішкентай үккіштен өткіземіз. Кейін ірімшігімізді үлкен үккіштен өткізіп, үстінен майонез жағамыз. Енді үстінен маринадталған шампиньондарды осылай тізіп шығамыз. Торттың сақинасын алып тастап, салатымызды тоңазытқышқа 3 сағатқа қоямыз. Өте керемет салат, қыздар. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.